Балалар ойыншықтары қағаз, картон, тері, шиша, пластмасса, резина, фарфор һәм тағы басқалардан ісленуі мүмкін. Оларға рең беру үшін әр түрлі лак, гел, графит, реңлі бояулар талап етіледі. Ойыншықтар қауіпсіз болып, балалардың денсаулығына зиян жеткізбеу үшін қырлары тегістелген болуы керек. Ойыншықтар беккен болуы керек, себебі олардан ажыралған майда бөлікшелерді балалар аузына салуы немесе жұтып жіберуі мүмкін. 3 жасқа шекемгі балалар үшін мөлшерленген ойыншықтарды таярлауда табиғи теріден, айнадан, фарфордан, боялған каучуктен, картон һәм қағаздан, ғал орталықта өлшемлері 5%-тен артатығын предметлерден һәм сес шығарушы балалар ойыншықтарының ішін толтыруда өлшемі 3 мм һәм оннан кіші болған гранулалардан пайдалану мүмкін емес. Ойыншықтардың ашық қырлары өткір болмауы, яки олар қайрылған болуы, жарықлар болмауы, икемленген бөлмері болт һәм винт резвасы ұшлары 3 мм-ден көп болмаған һәм тереңлігі 0,5 мм-ден кем болмаған қорғану қапламасы менен қапланған болуы керек. Конструкторлар бұндан тысқары. Ойыншықтардан пайдалану уақытында оның құрамындағы химиялық элементтер балалардың дем алу жолына, көзлері, терісіне һәм асқазанының сілекей қабатына түсуі нәтижесінде олардың денсаулығына зиян келтірмеуі керек. Балалар үшін шақмақша ойындар һәм балалар аузы менен тікелей қатынаста болатығын балалар ойыншықтарының бетін бояу һәм суретлер салуға рұқсат етілмейді. Стол үсті жиналмалы балалар ойыншықтарында қолданылатығын түсіндіру текстілері һәм суретлері анық болуы, оларға тек арғы фоннан ажыралып тұруы керек. Жиналушы балалар ойыншықтарының, мәселен қуыршақ арбаша, үтіклеу тақтасы, жиналушы стол һәм басқалар бөлімлері өз-өзінен бүгілуіне һәм жылжуына жол қоймау үшін олардың шектеуші құрылма, ямаса ілгекпенен тәмінленген болуы зәрүр. Стол үсті жиналатығын ойыншықтарындағы қағаз һәм картонлар қою бояулар менен қаплануына жол қоймау керек.